Баршаңызға сәлем. Өте дәмі аузыңызда елейтін, сыры осылай созылып тұратын дәмді таңғы ас дайындайтын боламыз. Ал кеттік. 3 жұмыртқаға сүтті қосамыз және тұзды қосып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала 53-тен өткен ұнымызды саламыз және разрыхителімізді салып, тағы да ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Ұсақтап туралған көк пиязды қосамыз, көбік етіп туралған, ұсақтап туралған қызанақты қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Табамызды жақсылап қыздырып аламыз да, бір майлап жіберіп, дәл блинчик пісірген секілді етіп қамырымызды құямыз. Bir жағын жақсылап қызартып пісіріп алғаннан соң, екінші бетіне аударып, бір жағына сыр салып, екінші жағымен жауып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Әсіресе ыстықта жесеңіздер, жай ғана жасап көріңіз, ас болсын.